Заңда белгіленген қоғамдық тәртіпке мемлекеттік органдардың атқарушы өкімдік қызмет саласындағы қатынастарға қол сұғуын білдіретін теріс қылық түрі. Әкімшілік құқық бұзушылық. Азаматтық қоғам институттарына тән емес құрылым. Министрліктер. Адамның мәдени және ғылыми салада әрекет жасау құқығына жатады. Мәдени құқықтары. Прокуратура іске асыратын қызметке жатпайды. Азаматтың тірі табылу фактісін куәландыру. Мемлекеттік және жергілікті органдарды қалыптастырудың демократиялық рәсімі. Сайлау. Әкімшілік құқық бұзушылық белгілерінің бірі. Құқыққа қарсы келу. Ал мынау аса ауыр қылмыстар, ауырлығы орташа қылмыстар бұл қылмыс категориялары. Қазақстан Республикасы азаматтарының міндетінің бірі. Табиғатты сақтау, ұқыпты ұстау. Қылмыстық құқықтың қорғау функциясының мәні. Мемлекеттің аса маңызды мүдделері қозғалса, қорғау тетіктерін қосу. Бұл сұрақ 10-шы сынып оқулығында бар. Қылмыстық құқықтың негізгі функциялары: алдын ала ескерту функциясы, жаза тағайындау, азаматтар қылмыс жасау жағдайында жауаптылыққа тартылатыны ескертіледі. Қылмыстық құқықтың қорғау функциясы: егер жеке тұлғаның, қоғам мен мемлекеттің аса маңызды мүдделері қозғалса, қоғамдық қатынастарда қылмыстық құқықты қорғау тетіктерін қосады. Қылмыстық құқықтың ынталандыру функциясы: қоғамға пайдалы әрекеттерді ынталандыратын бірқатар ережелерден тұрады. Олар қылмыс құрамының жеңіл түрі болған жағдайда қылмыстық жауаптылықтан босату немесе оны жеңілдету, тағы басқалар. Цифрлы Қазақстан бағдарламасы бойынша көзделген шаралардың бірі. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес. Азаматтық мүліктік игіліктер мен құқықтарына жататын объектілер. Ақша. Ал мынау абырой, өмір, денсаулық азаматтардың жеке мүліктік емес игіліктері мен құқықтарына жатады. Сатушының міндеттеріне жатады. Тауардың тиісті сапасын қамтамасыз ету. Алименттік міндеттемелерді тоқтату негіздерінің бірі. Алимент алушы немесе төлеуші қайтыс болса. Қазақстан Республикасы Еңбек кодексіне сәйкес
16-18 жасқа дейінгі жұмыскерлердің жұмыс уақытының аптасына ұзақтығы аспауы тиіс. 35 сағаттан. Кәмелетке толмағандардың жұмыс уақытының ұзақтығы 10-шы сынып оқулығында берілген. 16 жастағы жұмыскерлер аптасына 24 сағаттан артық емес, ауысыммен 5 сағаттан артық емес. 16 жастан 18 жасқа дейінгі жұмыскерлер аптасына 35 сағаттан артық емес, ауысыммен 7 сағаттан артық емес. 16 жасқа толмаған жұмыскерлер оқу орнында білімін жалғастырады және бос уақытында жұмыс істейді. Аптасына 12 сағаттан артық емес, ауысыммен 2,5 сағаттан артық емес. 16-18 жас аралығындағы жұмыскерлер оқу орнында білімін жалғастырады және бос уақытында жұмыс істейді. Аптасына 17,5 сағаттан артық емес, ауысыммен 4 сағаттан артық емес. Қылмыстық іс бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеруді жүзеге асыруға уәкілеттік берілген лауазымды тұлға. Тергеуші. Азаматтық іс жүргізу құқығының салалық қағидатына жатады. Сот ісін жүргізу тілі. Азаматтық іс жүргізу құқығының қағидаттары конституциялық және салалық болып бөлінеді. Конституциялық қағидаттар: сот төрелігін тек қана соттың жүзеге асыруы, соттардың сайланатындығы, тағайындалатыны және ауыспайтындығы, соттардың тәуелсіздігі және тек қана заңға бағынатындығы, сот пен заң алдында бәрінің тең болуы. Салалық қағидаттар: жеке тұлғаның ар-абыройы мен қадір-қасиетін сыйлау, сот процестеріндегі ашықтық, сот ісін жүргізу тілі. Әкімшілік іс жүргізу белгілерінің бірі. Мемлекетпен үздіксіз байланыс жасау. Біріккен ұлттар ұйымының аймақтық және Рио 20 тұрақты даму жөніндегі конференцияларында қолдау тапқан әріптестік бағдарлама. Жасыл көпір. Саяси мәні бар. Тараптардың келісімі бойынша уақыты шектелген халықаралық келісім. Пакт. Құқықтық мемлекеттің қағидаты. Биліктің бөлінуі. Қандай да бір мәселе бойынша ортақ шешімге келу. Консенсус. Әрекет етудің рухани саласының кепілдік жүйесі. Мәдени құндылықтар. Сот ісін жүзеге асыру кезінде тараптардың мүдделерін қорғауды көздейтін қағидат.
бәсекелестік пен тең құқықтылық. Конституцияның заңдық қасиеттерін сәйкестендіру. Конституцияның үстемдігі, Конституцияның тұрақтылығы, Конституцияның бағдарламалығы, мемлекет пен жеке тұлғаның арасындағы қарым-қатынастың нақтылығы, заңдар мен басқа да құқықтық актілер Конституцияға қайшы келмеуі керек. Мақсат нормалар мемлекет пен қоғам дамуының алдағы мақсаттары мен міндеттерін анықтайды. Бұл жерде дұрыс жауабы да нұсқасы. Конституцияның үстемдігі. Заңдар мен басқа да құқықтық актілер Конституцияға қайшы келмеуі керек. Конституцияның тұрақтылығы. Мемлекет пен жеке тұлғаның арасындағы қарым-қатынастың нақтылығы. Конституцияның бағдарламалығы. Мақсат нормалар мемлекет пен қоғам дамуының алдағы мақсаттары мен міндеттерін анықтайды. Заңды тұлғалардың коммерциялық емес түріне жатады. Қоғамдық қорлар. Заңды тұлғаның екі түрі болады: коммерциялық және коммерциялық емес. Коммерциялық басты мақсаты пайда табу. Бұған жататындар: мемлекеттік мекемелер, шаруашылық серіктестіктер, акционерлік қоғамдар, өндіріс кооперативтері. Коммерциялық емес пайда табуды негізгі мақсат етіп қоймайды. Бұған жататындар: мекемелер, қоғамдық бірлестіктер, қоғамдық қорлар, діни бірлестіктер және тағы басқалар. Тауардың нормативті құжаттары мен бекітілген талаптардың орындалуын қадағалайтын мемлекеттік орган. Тұтынушылардың құқығын қорғау комитеті. Экологиялық құқық бұзушылық үшін жауаптылық 16 жастан басталады. Кейбір жағдайларда, мысалы мемлекет қорғауындағы табиғи кешендер мен нысандарға қасақана залал келтіріп, немесе құртып жіберсе, 14 жастан бастап жауаптылық артылады. Экологиялық құқық бұзушылықтар тигізген зиянының сипатына қарай мынадай түрлерге бөлінеді: қоршаған ортаның және жеке табиғи нысандардың ластануы, табиғат нысандарын бұзу және құрту, табиғи қорларды тиімсіз пайдалану, табиғат қорларының таусылуы. Экологиялық құқық бұзушылық жасаған үшін қылмыстық жауаптылық ең қатаң жаза болып табылады. Құқықтық экологиялық талаптарды бұзу салдарынан қоршаған орта жағдайының нашарлауы экологиялық зиян келтіру деп аталады. Сонымен қатар табиғаттың азғындауы азаматтар мен заңды тұлғалардың денсаулығы мен мүлкіне зиян келтіреді. Бұндай зиян экогенді деп аталады. Мәнмәтінді және құқықтық білімдеріңізді пайдаланып, азаматтар мен заңды тұлғалардың денсаулығы мен мүлкіне келтірілген зиянның ғылыми атауын анықтаңыз. Экогенді. Мәнмәтінді пайдаланып, экологиялық құқық бұзушылық үшін жауаптылық басталатын жас мөлшерін анықтаңыз. 16 жастан. Мәнмәтінді және құқықтық білімдеріңізді пайдаланып, Қызыл кітапқа енген жануарларды
Қыруға байланысты экологиялық құқық бұзушылық түрін анықтаңыз. Табиғат нысандарын бұзу және құрту. Мәнмәтінді және құқықтық білімдеріңізді пайдаланып, экологиялық құқық бұзушылықтың табиғи қорларды тиімсіз пайдалануға байланысты түріне келтірілген мысалды анықтаңыз. Суды ысырап қылу. Мәнмәтінді және құқықтық білімдеріңізді пайдаланып, экологиялық құқық бұзушылыққа байланысты дұрыс дәйектерді анықтаңыз. Экологиялық құқық бұзушылық жасаған үшін әкімшілік жауаптылық ең қатаң жаза болып табылады. Табиғи кешендер мен нысандарға қасақана залал келтірген үшін жауапкершілікке 16 жастан бастап тартылады. Экологиялық зиянкестік экологиялық құқық бұзушылықтың негізгі факторы. Браконьерлік әрекет экологиялық құқық бұзушылықтың табиғат нысандарын бұзу және құртуға қатысты түріне жатады. Дұрыс дәйек С нұсқасы. Экологиялық зиянкестік экологиялық құқық бұзушылықтың негізгі факторы. Браконьерлік әрекет экологиялық құқық бұзушылықтың табиғат нысандарын бұзу және құртуға қатысты түріне жатады. Құқық бұзушылық құрамының элементтерін мазмұнымен сәйкестендіріңіз. Құқық бұзушылық объектісі, құқық бұзушылық субъектісі. Нұсқалар: тұлғаның құқыққа қарсы әрекетіне психикалық қатынасы. Белгілі бір жасқа толған, құқыққа қарсы кінәлі әрекет жасаған тұлға. Заңмен қорғалатын қоғамдық қатынастардың жиынтығы. Құқық бұзушылық үшін тағайындалатын жазаның мөлшері. Дұрыс сәйкестік. Құқық бұзушылық объектісі. Заңмен қорғалатын қоғамдық қатынастардың жиынтығы. Құқық бұзушылық субъектісі. Белгілі бір жасқа толған, құқыққа қарсы кінәлі әрекет жасаған тұлға. Құқық бұзушылықтың түрлерін тиісті іс-әрекетпен сәйкестендіріңіз. Қылмыстық құқық бұзушылық, әкімшілік құқық бұзушылық. Нұсқалар: қоғамдық көлікте ақы төлеуден жалтару, бөтеннің мүлкін қасақана жою немесе бүлдіру, қызметкерге сөгіс немесе қатаң сөгіс беру, жұмыскерді тәртіптік жауапкершілікке тарту. Дұрыс сәйкестік. Қылмыстық құқық бұзушылық, бөтеннің мүлкін қасақана жою немесе бүлдіру. Әкімшілік құқық бұзушылық, қоғамдық көлікте ақы төлеуден жалтару. Жұмыс аптасының түрлерін күнделікті жұмыс уақытының ұзақтығымен сәйкестендіріңіз. 6 күндік, 5 күндік. Нұсқалары: 9 сағат, 5 сағат, 7 сағат, 8 сағат. Дұрыс сәйкестік. 6 күндік, 7 сағат, 5 күндік, 8 сағат. Қылмыстық іс жүргізу құқығында әдіспен, оларға тән ерекшелігімен сәйкестендіріңіз. Рұқсат беруге негізделген тараптардың тең құқықтығы. Жауаптылық пен міндеттемелерге тыйым салуларға негізделген. Нұсқалары: императивті,
диспозитивті, объективті, субъективті. Дұрыс сәйкестік. Рұқсат беруге негізделген тараптардың тең құқықтығы. Диспозитивті. Жауаптылық пен міндеттемелерге, тыйым салуларға негізделген. Императивті. Ауқымды мәселелер мен оларды қарастыратын халықаралық ұйымды сәйкестендіріңіз. Ұлттық мамандарды даярлау мен ұлттық мәдениетті зерделеу. Жұмыскерлер мен жұмыссыздарды қайта дайындауға қолдау көрсету. Нұсқалары: ұжымдық қауіпсіздік шарт ұйымы, халықаралық еңбек ұйымы, ЮНЕСКО, Оңтүстік Шығыс Азия елдерінің ассоциациясы. Дұрыс сәйкестік. Ұлттық мамандарды даярлау мен ұлттық мәдениетті зерделеу. ЮНЕСКО. Жұмыскерлер мен жұмыссыздарды қайта дайындауға қолдау көрсету. Халықаралық еңбек ұйымы. Азаматтық қоғамды қалыптастырудың негізгі факторлары. Экономикалық, саяси, рухани. Билік өкілеттігін кеңейтуге немесе баюға қол жеткізуге бағытталған сыбайлас жемқорлық түрлері. Саяси. Отбасындағы қатынастардың моральдық нормалары. Сүйіспеншілік, қамқорлық, құрмет. Субъектілер бойынша еңбек дауларының түрлері. Ұжымдық, жеке. Халықаралық, жария құқығының халықаралық қатынастарда күш қолдануға қарсы бекітілген қағидаттары. Қорқытпау.